Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге 400 айлық есептік көрсеткіште, яғни 1.225.200 теңгені кімдер ала алатындығы жөнінде түсіндіретін боламын. Менің ақпаратым пайдалы болса, каналыма подписаться етсеңіз болады. Біз өздеріңіз білетіндей, бизнес еңбек порталы арқылы грантқа электронды түрде өтініш беретін боламыз. Оны білесіздер, иә? Сол кезде көбінде осы тексеруден өтпей жатады. Бизнес бастау сертификатын оқып алады дағы, бірақ белгілі бір талаптардың біреуіне сәйкес келмей, грантқа қатыса алмай жатады. Ол қандай санаттар? Бұл жерде нақты екі санаты бар. Жұмыспен қамту санаты. Сіз осы үш категорияның біреуіне кіруіңіз керек. Жұмыссыз болуыңыз керек, немесе кәсіпкер болуыңыз керек. Яғни 3 жылға дейінгі ашылған ИП-лар жарайды. Немесе бірыңғай жиынтық төлеуші болсаңыз қатыса аласыз грантқа. Бұл жұмыспен қамту санаты. Екінші, әлеуметтік санаттың біреуіне кіруіңіз керек. Мүгедек болуыңыз керек, немесе жастардың категориясына кіруіңіз керек. 29 жасқа дейін, биылғы жыл үшін. Қандас болуыңыз керек, қоныс аударушылар болуыңыз керек. Мүгедек баланы тәрбиелеп отырған тұлға болсаңыз, көп балалы отбасының мүшесі болсаңыз, жұбайы немесе зайыбы, аз қамтылған отбасы мүшесі, асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы алушы жеке тұлғалар, азаматтар қатыса алады. Осы екі санаттың ішінен сіз бір категориясына кіруіңіз керек, міндетті түрде. Мысалы, жұмыспен қамту санатында сіз жұмыссыз болсаңыз, екінші санатта сіз 29 жасқа дейінгі жастар категориясына кіруіңіз керек. Немесе көп балалы отбасы мүшесі, тағы басқа да осы 8 санаттың біреуіне кіруіңіз керек. Қосымша шарттар: бұрын алынған грант фактісінің болмау керек. Екінші рет сіз қайта ала алмайсыз грантты. Қолданыстағы еңбек шартының болмау керек, яғни сіз жұмыс жасамауыңыз керек. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шарасының болмауы. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шарасын өз бетінше тоқтатудың болмауы 12 ай ішінде. Бизнес бастау жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту туралы сертификаты болуы керек. Тұрақты немесе уақытша тіркелген жері бойынша халықты жұмыспен қамту орталығында тіркеудің сәйкестігі болу керек. Яғни сіз жұмыспен қамту орталығында тіркеліп тұруыңыз керек, егер жұмыссыз болсаңыз. Осы тексерістен өткен соң ғана сіз өзіңіздің бизнес жоспарыңызды, басқа да өтінімдеріңізді жіберіп, грантқа қатыса аласыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Пайдалы ақпарат болса, каналыма подписаться етіңіз.